Сәлем достар. Бүгін мен қазір ғана мектептен шықтым. Енді мектептің қасында бізде фикс прайс бар. Соған мен обзор түсірейін деп шештім. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер, қызықты болады. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаяу 16 минут баруға болады екен, 16 минутта. Бірақ мен қазір автобусқа отырысайын деп тұрмын. Автобуспен тезірек. Болды достар, автобустан түстім. Енді осындай үйлердің ортасымен келе жатырмын. Міне достар, мен қазір обзор жасап қана қоймай, тағы да 2000 теңгеге қандай заттар сатып алуға болатынын көрсетемін. Жейтін тамақтардан, сосын сол жейтін тамақтардан мен сіздерге толықтай түрін ашып көрсетіп, жеп көрсететін боламын. Ол бірақ екінші видеода шығатын болады. Осы видеода мен тек қана обзор ғана түсіретін боламын. Ішінде қандай заттар бағасы қанша, келесіде уже мен жеп көрсететін боламын. Міне достар, фикс прайсқа келдім. Так, ішіне кіреміз. Адам көп. Там много людей. Өйткені қазір жаңа жыл басылайын деп отыр жақында. Сол себепті жаңа жылға адамдар көп заттар алайын деп отыр. Так, бірінші жақта киімдер, енді киімдер көрсетіп қойын сіздерге. Қызғаныштар. Ондай резинкалар бар. Маған осындай резинкаларын алып жүр. Бұлар бізде. Бағасы жоқ па? Бағасы жоқ. Мынау 450 теңге. Міне осындай заттар. Мынау шырша елкаға. Мынау не? Негізі біз жаңа жылға елка қоймаймыз. Сол себепті бізде мындай жоқ. Аналар күшті. 607 теңге. Андай доник. Күшті. Мынау не? Ал коврик для посуды дейді. Отсыға алған. Клем. Ой, мне кажется, қазақ емес. Негізі арзан заттар көп не яқта. Тағамға келдік. Арқаншыдан. Не? Мне кажется, пирог, пряник. Алмамен жасалған. Оны шамет сақты. Тәмсіз. Маған бір андай необычный бірдеңе алғым келіп тұр. Даже печенье екен. 500 теңге тұрады почти. Может, осыны аламын. Сосын осындай аламын. Пепперони сияқты. Бұл бізде 350. Мынау осындай вафлы орнайтын бізде. Бұлар почти францдар. Wednesday. На 48 парақ. 500 теңге тұрады деп. Енді мына жерге келдік. Бұл тоже канцелярский барса. Клем, вешалкалар. Ада ойнайтын ойыншықтар. Қараңыздар. Мынау прикольный. Че это? Негізі подарка алуға, осы жерден алуға болады. Жаттығу жасайтын бар.
Точно салкыма білмеймін. Мойынды көрсетейін дейді. Спонж. Все көрсетейін. Адам көп. Наня. Білмеймін, не шарым. Мынау ауыр екен. Контекст. Мне кажется, осы жердің бәрі қыздарға арналған. Мынау осындай ваннаға арналған косметика аксессуарлар деп тұр екен ғой. Мынау андай май құюға болады, май шашуға, тамаққа. Спасибо. Сол ваннаға. Сізға не көрсетсем болады шіркін. Мынандай сол шаштар бар түрлі. Сосын мынандай шаңғы бар. Бағасы жазылмаған. Яқта сусындар. Сосын ойыншықтар, подаркаларға безендіретін сусындар. Мен тоже, может, сусын алам, ода бұта. Осындай алоэ вера алып көрдім. Білмем, бағасы дәмі қатты ұнамады. Ойнап көрген екен. 300 теңге бірденші. Осындай заттар бар екен, яқта адам көп, сондықтан тоқтап дұрыстап тұра аламын. Тағы да бізде шаршаға. Осындай гүлдер. Ана кека. Прикольно гүлдер. Осындай свечалар. Даже мына бізде фикс прайста кітаптарды сатады. Осындай орысша, қазақша жоқ сияқты. Мыналар прикольно, қыздарға арналған. В принципе, да. Қазір Абуан дейді. Мынау кітап күшті сияқты. Бұл. Енді мен сізге тамақ көрсетемін. Мен келе қайсысы күшті? Венские вафли деп. Йогуртпен бірге қой. Мынадан қарағанда екасынан күшті, осыны алатын шығармын. Бәрі негізі үлкен объемда екен. Кішкентай жейтін тағамдар жоқ. И крупсы почти печенье. Күшті. Яқтың бәрі конфеттер екен. Роллтың тоже бар екен. Мындай роллтың мен сізге обзор көрсетемін деп. Андай тележка бар ғой, соны алдым кеттім. Соны сразу ала салу керек. Қазір соны алып келетін боламын. Бірақ мынақты тағы да көрсетіп кетейін обзор. Мына жерде мына жақтағы қатарда пышақтар бар екен, көрсетпей ақ қояйын оны ютубқа. Осындай тарелкалар бізде 1000 теңге тұрады. Тақтай. Енді осы жақтан өздеріңіз тоқтатып, бағаларын қарап алсаңыздар болады.
мынау май кутусы дейді. Өстіп шашатын пам-пам-пам. Мынау әдемі көрінеді екен. 1000 теңге тұрады. Ну, думаю, нормально. А мынау бізде фольгалар. Тамақ пісіргенге арналған. Маған өзіме жеке осындай тарелкалар ұнайды. Бізде 700 теңге тұрады. Осындай тарелкалар да бар. Ада осындай необычный күйде бар екен. Осындай тарелкалар да маған 700 теңге тұрады. На стеклянные тарелки. У меня уж осындай заттар бар. Мына жерде тағы да бірдеңелер бар екен. Мына жер какао, ой, кофе сататын жер. Жақын бәрі тәттілер, сладости. Осындай прям үлкен сайзда, размерде чипсылар бар екен. Қараңыздар, мынандай чипсы бізде 90 теңге деп тұрған, 112 теңге. Мынандай бір чипсы. Енді достар, мен телешка алуға кеттім. Телешка алмай кіріп кеткен. Мынау осындай жаңа жыл безендіру деген декорация бар екен. Өстіп алып, өзін безендіресің. Осындай алып. Бізде бұл 5 теңге. Все-таки алайын деп шештім. Яқта тағы да бананның чипсы түрі бар екен. Мен достар, мен осындай сок алдым. Мен заттар осындай болды, мен енді пайда жететін шығар. Мындай сүйкімді кружкалар түрі бар екен, анақта да бар. Бірақ мен уже қазір кассадан алдында төлеймін. Вот, осымен қазір төлейтін болады. Потом үйге барған соң сіздерге толықтай обзор көрсетемін. Тағы осы жерде осындай заттар бар екен. Бізде круассан тез сойдым. Что-то не знаю. Кекс, сникерс, батончик, Ой, это наконец-то шашлык. Он 15 минут күткен шығарым, очередь бар ғой. Енді автобусқа отырамыз. Барлығы қосқанда 1700 теңге шықты. Мен 2000-нен асып кете ма деп ойлаған болатын. Потом тағы да бірдеңе ала салу керек. Бірақ очередь адам көп, сондықтан очередьте тұрмай вот осымен 1700 теңгелік суммамен сіздерге обзор түсіретін боламын. Қазір сіздерге көрсетемін. Енді қазір ана жерде тұрған остановкаға барып, автобусқа отырып, үйге жетемін. Міне достар, наконец үйге де келдім. Киімдерді шешпедім да, сіздерге сразу видеоға түсірейін деп шештім. Міне достар, осымен менің видеом соңына дейін жетті. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.